Кайырлы күн окурмандар. Бүгүн биз электр кубулушу, яғни 8-чи сыныптан электр кубулушу 1-чи нусканын 7-чи эсебин карастыратын болобуз. Такырыбыбыз электр кубулушу. Биринчи нуска 7-чи эсеп. Эсептин шарты боюнча потенциалдар айырмасы 3000 вольт болатын конденсатордун электрлик өрүсүндө массасы 2,4 көбөйтүлгөн 10-8 дәрежеси грамм болатын тозаң орналаштырылган. Электр өрүсүнүн күчү менен тозаңдын салмагы тең болгон жагдайда тозаңдын зарядында канча электрон барын табыңыз. Конденсатор пластиналарынын ара кашыктыгы 2 сантиметрге тең. Эсептин берилген шартын жазып алайык. Берилгени потенциалдар айырмасы 3000 вольт. Тозаңдын массасы 2,4 көбөйтүлгөн 10-ның -8 дәрежеси граммга тең. Конденсатор пластиналарынын ара кашыктыгы 2 сантиметр. Электр турактысы электронунун заряды 1,6 көбөйтүлгөн 10-19 дәрежеси кулонга тең. Және G эркин түсүүдүбүз 10 ньютон бөлүнгөн килограммга тең. Бизден сурап жатыр, тозаңдын зарядында канча электрон барын табыңыз дейт. Табуу керек электрон санын. Халыкаралык бирликтер жүйесине айналдырып алайык. Мында граммды килограммга айналдырабыз. 1 граммыбыз 10-3 дәрежеси килограмм болгондуктан 2,4 көбөйтүлгөн 10-3 дәреже -8 косулады. -11 дәрежеси килограмм болот. Сантиметрди метрге айналдырабыз. 2 көбөйтүлгөн 10-2 дәрежеси метрге тең. Калгандары өзү халыкаралык бирликтер жүйесине келип турган. Келесі формуласы кернеулік деген ұғым бар болатын. Бізде кернеулік дегеніміз ол күш бөлінген зарядқа тең. Мұндағы күшіміз масса мен G-дің көбейтіндісіне тең бөлінген заряд. Немесе зарядтың бірден формуласын ойлайтын болсақ, E көбейтілген. Яғни бірлік электрон зарядының сондағы электрондар санына көбейтіндісі арқылы табылады. Мұнда масса көбейтілген G. Және кернеу мен кернеулік арасында байланыс формуласынан кернеулікті табатын болсақ, кернеу бөлінген ара кашыктык еді. Мына екі формуланың сол жақтары тең, онда біз оң жақтарын теңестіре аламыз. Сонда U бөлінген D тең масса көбейтілген G, электрон заряды көбейтілген молекула саны, немесе электрондар саны. Осыдан N-ді табатын болсақ, E көбейтілген O бөлімінде жазылады. M көбейтілген G көбейтілген D ол алымында. Шешуі санын табатын болсақ, массамыз 2,4 көбейтілген 10-11 дәрежесі. Көбейтілген G 10-ға тең. Ара кашыктыгымыз 2 көбейтілген 10-2 дәрежесі. Бөлімінде электронның заряды 1,6 көбейтілген 10-19 дәрежесі. Мына 3000 дегенді дәрежелеп 3 көбейтілген 10-3 дәрежесі деп жазып алуымызға болады. Енді бөлімінде 1,6-ны 3-ке көбейтеміз. 4,8 көбейтілген 10-16 дәрежесі. Дәрежелері таңбалары әртүрлі болса, онда азайтылады. Алымында 2,4 10-ға көбейтеміз және 2-ге көбейтеміз. Мұнда 48 көбейтілген 10-13 дәрежесі қалды. Дәреженің таңбалары бірдей болса, олар қосылады. 48-ді 4,8-ге бөлеміз. Сонда 10. Мына бөліміндегі дәрежелі сан алымына ауысқанда қарама-қарсы таңбамен ауысады.
минус 13 көбейтілген 10-ның плюс 16 дәрежесі. Сонда 10 көбейтілген дәреже таңбалары әртүрлі болса азайтылады, үлкен санның таңбасы сақталады. Бізде үлкен сан плюс 16, сондықтан дәрежесі плюс болып қалады. Плюс 3 дәрежесіне тең болады. Немесе бірден 10-ның 4 дәрежесі деп алуымызға болады. Жауабы электрондар саны 10-ның 4 дәрежесіне тең екен.